Сәлем достар, сіздермен Рая, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге испанский чизкектен кем түспейтін, әрі қантсыз жасалатын балалық шақтың дәмін еске түсіретін творожная запеканканың рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа сүзбе, 2 жұмыртқа, 1 ас қасық кукурузный крахмал, 2 ас қасық қаймақ және дәміне қарай сахарозаменитель салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Өте оп-оңай, тек араластырамыз да формаға құя саламыз. Одан кейін үстін жақсылап тегістеп, жемістермен әрлейміз. Мен малинаны қолдандым. Сіздер кез келген жидектерді қолдансаңыздар болады. Қалғанын мен кекстің формасына құйып алдым. Сіздер кез келген формаға құйсаңыздар болады. Бірден үлкен формаға құйып пісірсеңіздер де болады. 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Ақ уызға бай творожная запеканкамыз осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады. Жақсылап суытып аламыз да одан кейін барып кесеміз. Сіздер де менің рецептіммен дайындап, отбасыларыңызға таңғы асқа ұсыныңыздар және нәтижесін комментарийда бөлісіп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.